Координаталық жазықтықта 6-8 нүктесін белгілеңіз. Горизонтальды бағытта орналасқан координаталық түзуіміз x осі. Ал вертикальды бағанда орналасқан координаталық түзуіміз y осі. Бірінші санымыз 6, ол x осі бойында орналасқан мән. Ал -8 саны бізде y осі бойында орналасқан. X осі бойынша 6 бірлік нүктені анықтайық. 1, 2, 3, 4, жазып қояйық. 1, 2, 3, 4, 5, міне 6. Координаталық жазықтықтың бас нүктесі 0 немесе O нүктесі координатасы 0-ден 0 болады. Енді -8 нүктемізді анықтайық. -8 бізде y осі бойынша төмен орналасқан. -1, мына бізде -2, -3, -4, -5, -6, -7, мына бізде -8 болады. Енді 6-да -8 нүктесін анықтау үшін 6 бізде x осі бойынша, енді y -8 нүктесімен төмен қарай түсеміз. Сонда бізде мында орналасады. -8, 6-да -8. Нүктеміздің координатасы 6-да -8. Сонда біз координаталық жазықтықта 6-да -8 нүктесін қалай белгіледік? 6 бірлік x осі бойынша жүргіздік, міне тұр. Және сол 6 нүктесінде -8 бірлік y осі бойынша төмен түстік. Сонда екеуінің қиылысқан нүктесі 6-да -8 екен.